Мөлдір махаббат. Өмірден алынған әңгіме. Әкем 17-сінде жәрмеңкеге барып бір қызды көріп қалады. Көк көйлек киіп, шашына көк бау таққан 14 жастағы бойжеткен. Көрген бетте ғашық болады. Бойжеткен 18-ге толғанша күтеді. Сосын анамды айттырып барып, келісімін алады, той жасайды. Әкем анамды керемет жақсы көретін. Әке-шешем кедей малшылар еді. Анам сиыр сауатын. Үйдің бір тірлігін істейтін, бірақ олар тату-тәтті ғұмыр кешті. Әр күніне тәубе дейтін. Өле-өлгенше ұстасқан қолдары айырылмады. Олардың бір-бірін жақсы көру сондай шынайы болатын. Қарасаң көз тоймайтын, мейірім мен шаттыққа бататын да кетесің. Мен кейбір өнегелі отбасыларда кім шай құяды деп дауласатынды көргем. Біздің үйде үнемі мен құяйын деп дауласатын. Әкем де шешем де мен істей салайын деп айтатын. Өмірлік серігін сенен артық жауапкершілік алайын деген сайын адам одан да көп жауапкершілік алғысы кеп тұрады екен. Әке-шешемнің арасында мен бақылап анықтаған ерекше механизм бар. Серігің сенен гөрі аз жауапкершілік алған сайын сен де аздан алуға дағдыланасың. Және керісінше кері байланыс бар. Ата-анам үй тірлігіндегі әр істі бір-бірінің қолынан жұлып ап әкететін. Мейлі қиын іс, шешілмейтін түйін болса да екеуі бір-біріне қызмет еткісі келе беретін. Әкем таңертең тұрып қырынғанда ән салатын. Анам оған ән салма, ойың бөлінеді ғой дейтін. Ол кезде анам мектепке дейін білім беретін мекемеде жұмыс істейтін. Таң атпай тұрып есеп жазып отырушы еді. Ал әкем оған мақұл, салмады қал, бір күн ән салғалы жақсы едім, ән салса ғой деп армандарсың дейтін. Ән салса ғой деп армандарсың дегені көңіліме жазылып қапты. Қызық, неге дәл сол сәтті есімде қалды екен. Олардың некесі өте бақытты әрі көңілді болды. Екеуінің тірлігі мен ниеті бір еді. Дәл осындай некені ешкімнен кездестірмедім. Парасатты, терең болып, шектелмей әр сәт сайын көңілді, күн сайын көз қуанатын некені таба алмадым. Әр таңымыз әкемнің дұғасынан басталатын. Ол күн сайын Құдайға осындай керемет адал жарға жолықтырған ғажап махаббат пен осындай сиқырлы сыйластықты бергеніне разылығын білдіретін. Біздер балалар осынау мөлдір махаббаттың, сыйластықтың аясында өстік. Қазір анаң қайда деп сұрадым шыдамай. Анам 10 жыл бұрын қайтыс болды. Құдай-ай, әкең қайтты? Әкем тірі. Анаңнан айырылып күйзелген шығар. Жоқ, ол күн сайын айырылысудың ауыр салмағы анама емес, өзіне түскені үшін алғыс айтады.